Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі біздің тақырып уақытты қалай босқа өткізбеуге болады. Жалпы уақытты босқа өткізу деген не деген тақырыптан бастасақ, уақытты босқа өткізу деген нәрсе ол өміріңді, күніңді, сағатыңды, айыңды нәтижесіз өткізу деген сөз. Бүгінгі күнің ертеңгі күніңнен айырмашылықсыз өткізу деген сөз. Жасаған іс-әрекетіңнің бір нақты түбегейлі нәтижесі болмау деген сөздің барлығы түбінде бізді бір бостық халіне алып келеді. Бір дым істемеген адам сияқты халде жүреміз. Сондықтан біз бірінші орында уақытты бос өткізбеу үшін мына нәрсені білуіміз керек. Барлық нәрсе негізі мынау пирамида жүйесінде болады ғой, барлық нәрсе пирамида жүйесінде болады. Ең түбегейлі маған керек нәрселердің барлығы ол менің ағзама керек нәрселер. Ол ұйқы, тамақ деген сияқты, жүру деген, адамдармен қарым-қатынасқа кіру, сөйлесу деген сияқты. Жалпы басты Маслоудың пирамидасын алатын болсақ, сол жердегі ең төменгі этапта тұрған потребностьтарымыз, біздің қалауларымыз, солардың өзін дұрыс жауып отыру, соларды қалай жабамын деген сұраққа жауап болу, мысалы үшін тамақты қаяқтан табамын, қалай барамын, ол жұмысты қалай істеймін, қалай ұйықтаймын, қашан ұйықтаймын деген сұрақтарға жауап болудың өзі негізі кішігірім болса да бір жамауыңды жауып отырады, бір тесігін жауып отырады. Сол кезде сен уақытыңды бос өткізбедім деп ойлайсың. Бүгінгі күннің ауруы, бүгінгі күннің дерті, адамдар не істеп не қойып жүргенін білмейді, ертеңгі күні не істерін білмейді. Жасап жатқан жұмысы өздеріне ұнамауы мүмкін, тұрып жатқан адамдар өздеріне ұнамауы мүмкін, ішінде толып қалған эмоцияға толып қалған, ренжішке толып қалған ситуациялардың барлығы бар, соны айта алмайды. Әйтеуір күнін бір күйбеліспен өткізеді, күнін бір дым әрекетсіз ешнәрсе істемей өткізеді. Сондықтан ода алдына қойған бір мақсат та жоқ, миссия да жоқ, әйтеуір шыргөбелек болып айналып бүгінгі күнді өткізсем болды деген өмір сүргеннен кейін оның ойында бағанағыдай уақытым босқа өтіп жатыр деген ой келеді. Одан кейін екінші орында мен өзімнің қауіпсіздігімді алғаннан кейін енді ортамның, айналамның, отбасымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету, солардың бағанағы материалды жағдайын, солардың руханиятын, солардың жалпы болмысын маған қамтамасыз етіп отыру, соларға нәпақа алып келу, тамағын алып беру, солардың жалпы қалай дамитынына уайымдауымның өзі де келесі тесігімді жамап отырады. Келесі тесігімді жамайды да, менде уже уақытым шынайы бос өтіп жатқан жоқ. Мен отбасымды асырап жатырмын, мен өзімді асырап жатырмын деген ойлар келеді. Енді бұның барлығымыз жасап жүрміз, 25, 30, 40 жасқа шейін бұны жасармыз, келерміз, істерміз, бірақ сонда да бәрібір ақшаны да таптық, үйді де таптық, машинаны да алдық, барлық нәрсені істедік. Сонда да іште бір түрлі үлдеп тұрған тесік бар сияқты, бір жамау жетпей жатқан сияқты. Сол кезде мен андай уақыттың босқа өтіп жатқанын да сеземін де, өмірімді бағанағыдай жұмыспен, одан сайын жұмысты көбейтіп, одан сайын өміріме развлеченияларды тығып, одан сайын өмірімді бағанағыдай сәкарат дейді ғой, андай бір ұмыту халіне тыққым келеді. Өйткені мен бәрібір фытыраммен, жүрегіммен, ішіммен, кеудеммен сезіп тұрмын, мен бір нәрсені дұрыс емес істеп жатырмын, или бір тесігім жамалмай жатқанын сезіп тұрмын. Сол кезде бізде үшінші саты ашылады. Бірінші сатыда бізде не болды? Бірінші сатыда ол өзімнің қауіпсіздігім, өзімнің тамағым, ұйқым, жесім деген сияқты. Екіншісі ол отбасымның қауіпсіздігі. Енді үшінші сатыда осы жерде барлық басталатын нәрсенің барлығы осы жерде басталады. Осы жерде менің халифалық миссиям ашылу керек. Адамзатқа, ортама, қазаққа, жалпы барлығына жауапкершілік алу деген нәрсе ашылады. Осы жерде адамның руханияты оянады. Осы жерде адам жасаған іс-әрекеттерінің барлығын енді өзі үшін ғана жасамайды. Ол жалпы артынан келе жатқан 100 жылдан кейін, 50 жылдан кейін келетін ұрпақ үшін жасайды. Сонда бұның барлығы біздің халифалық миссиямызды жауапкершілік алып, өзіңнің артынан бір нәрсе тастап кету деген формаға кірген кезде адам өзінің уақытысы толы екенін, бос жаққа кетіп атпағанын түсіне бастайды. Енді бұл база, бұл бағанағы пирамида Маслоу бойынша айтылатын база. Мен өзім, отбасым, ары қарай адамзат деген бұл базаға мен жалпы бұны барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Бұның барлығын адам қаншалықты жасаса да, егер оның жүрегі Аллаға байланбаса, оның жүрегінде бағанағыдай хусар дейді ғой, бағанағы банкрот халінде жүреді. Отбасына тамақ тауып жатса да, оның артында Алланың разылығы үшін деген ниет жатпаса, ол уақыттың өзі де жалпы бір кейбір формасында ол уже бағанағыдай банкротство халіне ұшырайды. Өйткені адамның тұлғалық миссиясынан бөлек адамның құли миссиясы бар. Аллаға құл бола білу деген миссия бар. Енді қараңыздар, біз айттық, уақытты босқа құртпау деген не деген сұраққа келген кезде, уақытты босқа құртпау деген өзіңнің кім екеніңді, құли кім екеніңді және тұлға ретінде, жаратылыс ретінде кім екеніңді нақты біліп, сол жолды ұстану ғана адамды уақытсын бос құртпауға ықпал ететін, адамның уақытсын толы қылатын, және сол уақытта жасап жатқан іс-әрекеттерің толы болған кезде кеудең тыныштыққа толып, жүрегің тыныштыққа толып, бір бақыт халінде өмір сүруіне себеп болатын нәрселер. Сондықтан біз ең бірінші қатарда
айту керек нәрсе ол жүректі Аллаға байлау деген нәрсе бар. Өзіңнің құл екеніңді сезініп, әр жасаған әрекетіңді дұрыс ниеттен шығару. Күнделікті өзіңді, енді мен сіздерге қазір бір үш инструмент айтып өтейін, қалай өзіңнің уақытыңды бос құртпауға көмектесетін. Енді бастапқыда айтқым келген нәрсе мен сіздерге банальный, очевидный, барлығы білетін нәрсені айтқым келмейді. Мен сіздерге шынайы біздің кеудеміздің андай бір қатпар кеудеміздің ішіндегі бір кішкентай тесігінде орналасқан біз өзіміздің үнімізді жеткізгім келеді мен сіздерге. Сол үннің формасынан айтқан кезде осы үш позицияны, үш инструментті қолдана жүрген дұрыс болады. Ең бірінші позиция ол ниет деген позиция. Иннамал амалу бинният дейді. Барлық іс-әрекет ол адамның ниетіне байланған дейді. Сенің ішкі ниетің дұрыс болған кезде барлық жасаған іс-әрекетің Аллахтың разылығы үшін, адамдардың жақсылығы үшін болған кезде ғана сенің қандай да бір жасаған іс-әрекетің толы болады. Сенің уақытың бос кетіп жатқан жоқ. Ол ақыретіңе сенің дұрыс конвертация, ол сауап формасында конвертация болып жатыр. Сондықтан ең бірінші жасау керек нәрсе ол күнделікті ниетті жаңарту деген нәрсе. Күнделікті азында оянған кезде өзіңе сұрақ қою. Біріншісі, Аллах мені бүгін не үшін оятты? Түнде менің жанымды не үшін алып кеткен жоқ, бүгін мені не үшін оятты? Мұхасабаның таңдық формасы ғой. Мұхасаба деген білесіздер, өз-өзіңді отчет қалу, өз-өзіңді бір сұраныс қалу деген сияқты. Өз-өзіңді бір қайтадан есіңе түсіру кім екеніңді, қайтадан не істеп жүргеніңді есіңе түсіру. Сол кезде ең бірінші сұрақ сразу өлгеннен кейін не болады деген сұрақтан бастамай, қарапайым мені бүгін Аллах не үшін оятты? Қандай мейірім, ол үлкен мейірім мен бүгін оянғаным. Сол не үшін болып жатыр деген сұраққа жауап беру. Одан кейін мен бүгін күнімді бос өткізбеу үшін қандай амалдар жасауым керек? Екінші сұрақ. Үшінші сұрақ, қандай амалдардан мен бүгін бас тартуым керек, қандай амалдардан қашуым керек, қандай амалдарға кіріп кетпеуім керек, қандай халдерге кіріп кетпеуім керек деген осы үш сұраққа нақты жауап болған кезде, таңда тұрып осы үш сұраққа нақты жауап бергеннен кейін күнің берекелі, хайырлы басталады. Егер мысал үшін азында тұрған кезде мен бүгін Аллах не үшін оятты? Өйткені мен бүгін тәубе жасауым керек, өйткені мен бүгін адамзатқа пайдамды тигізуім керек, өйткені мен бүгін ананы істеуім керек, мынаны бітіруім керек деген жауап болатын болса, сол жауаптарды задача формасына енгізесің де, сол ары қарай өміріңе енгізе бастайсың. Мен бүгін не істеуім керек деген кезде ол ізгі амалдар туралы. Жасаған амалдарының барлығын исламның, Аллахтың призмасы арқылы өткізу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху не істеді деген сұрақ қою арқылы дұрыс призмадан өткізуіміз керек. Және не істемеуім керек деген нәрсе енді бұл жерде бағанағыдай күнәдан құтқарылу деген сөз. Өйткені сен өзіңе мен не істемеуім керек деген сұрақ қоймасаң, автоматты түрде біліп білмей болсын, сен уақытыңды босқа өткізуге дайын болып отырасың. Өйткені біздің нәпсіміздің болмысы жақсы нәрсені өз қалауымен істемейді. Оны тәрбиелемесең, дұрыс жолға салып, күнделікті оны бағанағыдай отчетқа алып, күнделікті оны направлять етіп отырмасаң, итеріп отырмасаң, артынан түрткі болып отырмасаң, ол өзімен өзі жақсы нәрсе істеуге бармайды. Ол әшейін жатуға барады, ол әшейін тамаққа тыңқиып алып, телевизор көргісі келеді, TikTok көргісі келеді, одан кейін жалпы харам нәрселер көріп, харам нәрселер істегісі келеді. Өзінің болмысында, нәпсінің ең төменгі дәрежесінде ол ешқандай жақсылық жасаймын деген ойда жүрмейді. Оның жасайтын әрекеттердің барлығы жануари әрекеттерден ешқандай айырмашылығы болмайды. Сол үшін осы үш сұрақты таңда өзіңе қойған кезде сенде міндетті түрде ойыңда бір андай анықтық, айқындық дейді ғой, бір яқин хәл пайда болады. Өзің шынайы түсіне бастайсың, және істеп жатқан нәрсеңді не үшін, неге екенін түсіне бастайсың. Енді екінші форма дәл осы мұхасабаны енді кешке жасау. Жатардың алдында бүгін түнде дүниеден өтіп кететін болсам, мен о дүниеге не алып кетемін? Бүгінгі жасаған әрекеттерімді о дүниеге мен сауап формасында алып кетемін ба деген сұрақ қою өзіңе жатардың алдында. Және жатардың алдында бүгінгі жасаған іс-әрекеттеріме мен көңілім тола ма деген сұрақтар қою. Енді оның барлығы, ол екі сұрақты қойғаннан кейін сен міндетті түрде жоқ, әрине көңілім толмайды, әрине мен жасаған іс-әрекеттің барлығы 100% дұрыс деп жауап бере алмағаннан кейін міндетті түрде жатардың алдында тәубе жасап жататын болсаң, истихфарыңды жасап, дәретіңді алып, дұрыс ұйықтайтын болсаң, сол кезде сенің бүгінгі сүрген күнің жалпы әр секундасына дейін ол бос өткен күн болып саналмайды. Бұл бірінші форма, мұхасаба дейді. Екінші форма, пайғамбарымыз саллаллаху жасаған іс-әрекетіне қарайтын болсақ, ешқашан бос нәрсеге басын сұқпаған, өзіне қатысы жоқ нәрсеге басын сұқпаған. Негізі біздің уақытымыздың бос кетуінің тағы бір себебі не үшін екенін білесіздер ме? Ол біздің өзіміздің басымызды басқа біреудің өміріне сұға бергенімізден. Сұғанақтанып, әркімді абсурдат етіп, әркімді ғайбаттап, әркімнің ананы не істеп жатыр, мынау қайқа кіріп жатыр, мынау не жеп жатыр, не ішіп жатыр деген сұрақтардың барлығын миымда қуалай беріп, өзімнің өміріме көңіл бөлмей, басқа біреудің не айтты, не жеді, қаяққа барды, кіммен үйленді, кімге тиді, қандай дұрыс па, ол бұрыс па, жасаған іс-әрекеті қандай екен, анау тәтем қандай болды, мынау әпкем қандай болды деген ойлардың ішінде жүрген кезде сен бір
бос іс-әрекеттің ішінде жүрген адам боласың. Ондай кезде сен ешқандай жақсылық та жасай алмайсың, ондай кезде сен күніңді не өзіңнің нәпақаңа, не басқа біреуге пайдалы болуға да жұмсай алмайсың. Сен өз ойыңның барлығын басқа біреулердің жасап жатқан іс-әрекетіне саласың. Сол үшін екінші форма, ғайбат деген нәрседен арылатын болсаң, ешкімді абсурдат етіп, ғайбаттап, жамандап, анау дұрыс, мынау бұрыс деген ешкімді өзіңнің сыңыңнан өткізбей, тек қана өзіңді өз сыңыңнан өткізетін болсаң, ол кезде сенде міндетті түрде әр минутаңа өзіңнің көңіліңде, вниманияңда өзіңнің минуталарыңда болады. Өзіңнің жасаған іс-әрекеттеріңде болады көңіліңнің барлығы. Сол кезде сен 100% фокуспен жасау керек нәрсені істейсің да, өзіңнің мақсаттарыңа, армандарыңа және ақыретіңе жақындай бастайсың, иншалла. Бұл екінші формасы. Енді үшінші формасы, барлық бастаған іс-әрекетті аяқтау. Ешқандай істі ашық формасында қалдырмау. Біреуге жазам дедің ба, жаз. Звондайым дедің ба, звонда. Ренжідің ба, бүгін барып айт, сол ренжішіңді айт, кешіріміңді сұра, достастықты халалдас. Қайтадан жаңадан халалдас, ол адаммен достасып, қайтадан бауырласу керек. Ертеңгі күнге бүгінгі күннің ренішін қалдыруға болмайды. Өйткені бүгінгі күннің реніші ертеңгі күнге қалатын болса, ол түнде айран болып, таң азанымен тұрған кезде сенің энергияң да кетеді, сен жасаған іс-әрекеттерің де бос болады, ойыңның, фокусыңның барлығы сол нәрседе болады. Сондықтан жасаған іс-әрекетіңнің барлығын аяқтауға тырысып жүр. Сосын өзіңе лапылдап бір көп обещание бере берме. Көп ант ете берме. Ананы үйтіп ұстаймын, мен бүйтіп ұстаймын, андай нәрсені істеп ұстау керек, сразу миллиард табу керек дей берме. Потому что артың шыдамайды оның барлығын аяқтауға. Өзің аяқтай алатын нәрселерді ғана өзіңе задача қылып қой. Сол кезде ғана сен күнің толық өткенін сезесің. Бүгінгі күнде, мысалы үшін өздеріңіз білесіздер ғана, планды жазасың ғой, планды жазған кезде соған бүйтіп галочкалар қоясың ғой, істелді деген кезде бір ішіңде бір андай керемет бір эйфория халі пайда болады. Рахаттану деген, раха деген хал бар, онда рахат деген хал бар қазақта. Рахаттану халі болады, бір өзіңе ләззаттанасың жасаған іс-әрекетіңе. Сол нәрсе болу үшін сенің істеріңнің барлығы аяқталу керек. Ешқашан да өзіңнің іс-әрекеттеріңді ертеңгі күнге қалдырмауға тырыс. Өйткені ертеңгі күнге қалған істің потенциалы да, оған деген қалауың да, оны жасайтын сенің энергияң да аз болады ертеңгі күнде. Өйткені әр күннің өзінің берекесі бар, әр күннің өзінің нәпақасы бар. Сол үшін бастаған іс-әрекетті аяқтау. Жұмысыңды бастадың ба, аяқтауға тырыс. Аяқтау деген нәрсе міндетті түрде түбегейлі нәтижесіне жету емес. Аяқтау деген нәрсе әр іске я жоқ деп айту. Мысалы үшін кітапты бастадың ба, бүгін 10 бет оқимын, 10 бетімді оқып аяқтауымның өзі ол менің бүгінгі күнімнің аяқтауы. Бұл жерде мен бүгінгі күнімді дұрыс толық аяқтауыма себеп болатын нәрсе. Циклым аяқталды деген сөз. Маған бүгін бір күннің ішінде кітапты аяқтау міндетті емес. Бүгін бір күннің ішінде 20 килограмм тастап кету или бір күннің ішінде спортсмен болып кету міндетті емес. Менің мақсаттарым, қойылатын задачаларымның барлығы андай қысқа циклдардан болу керек. Мен бүгін 20 килограмм тастаймын деген план қоймаймын өзіме. Мен бүгін тренировкаға барам деген план қоямын. Сол тренировкаға барып келгеннен кейін ол іс аяқталды болып саналады. Одан кейін сол нәрсені істей беретін болсаң, күнделікті қайталай беретін болсаң, міндетті түрде енді Алланың заңдылығы, бір жылдың ішінде, жарты жылдың ішінде салмақ тастамай шаға бармайсың. Міндетті түрде тастайсың. Күнделікті жұмысыңды тиянақты 100%-ға орындайтын болсаң, міндетті түрде оның нәтижесі болады. Оның нәтижесін Аллахтан келетін сыйлығын, нәтиже формасында келетін сыйлығын Аллахтың. Оған көңіліңді бөлмей қой. Аллах өзінің берер нәрсесін дұрыс формасында, дұрыс көлемде саған қайырлы формасында береді. Өзіңнің жасаған іс-әрекеттеріңе көңіл бөлді, өзіңнің іс-әрекеттеріңде ғана фокусың болсын. То есть өз фокусыңның қожайыны өзің бол. Фокусыңды басқа біреуге беріп қойма. Фокусыңды шайтанға, жындарға, нәпсіңе беріп қойма. Өз фокусыңның қожайыны өзің бол. Сол кезде ғана сенде күнің толық өтті деген бір нәтижемен ұйқыға кетесің. Сол осы 3 нәрсені орындайтын болсаң, осы 3 нәрсеге көңіл бөлетін болсаң, онда сенің күнің, сенің уақытың босқа өтпейді міндетті түрде.